Сәлем, достар. Баршаңызға үлкен рахмет. Қысқа уақыт ішінде 300 лайк жинадық. Бұл мен үшін өте үлкен қолдау. Уәде. Сондықтан сіздерге келесі бөлімді ұсынамын. Егер видео 500 лайк жинаса, жалғасын кідіріссіз шығарамын. Жақсы көрсеңдер, қолдап жіберіңдер. Америка мемлекетінде Жинудың әкесі мен Донсуг екеуінің шайқасынан кейін, Америка мемлекетінің аңшылар серіктестігінің ғимараты күл-талқан болып, оны қайтадан салу жұмыстары жүргізіліп жатады. Селнер мен адам болса келіп, Америка мемлекетінің аңшылар серіктестігінің директорының алдында бастарын иіп, сон Жинудың алып келмегені үшін кешірім сұрап жатады. Ал президент болса, сендердің кешірімдерің қажет емес, оның орнына маған не болғаны жайында айтып беріңдер дейді. Селнер, Жину құдайлардың бірі, дейді. Толығырақ түсіндірсең қайтеді, қайдағы құдайды айтып кеттің. Селнер, аңшылар супер қабілеттерді басқа әлемдерден алады, ал мен солардың басқа әлеммен байланыстарын сезе аламын. Кейбір аңшылардың денелерінен өте жарық сәулелер жарқырап тұрады. Ал сәулелері неғұрлым күшті жарықтаса, ол аңшы соғұрлым күшті деген сөз. Сол жарық сәулелерді олар сол құдай деп отырғандардан алады. Демек, құдай дегендер оларға жарық сәуле сыйлайтындар. Ал соңғы Жинуда ондай байланыс болмады. Мен оның ішкі өзегіне кіріп, оның көзіне қараған сәтімде, оның ішіндегі қара түнек маған тесірейіп қарап тұрды. Сон Жину ешкімнен күш алған жоқ, ол сол түнектің өзі. Сонда сон Жину жауыз дегін келіп тұрма? Жоқ, мен сон Жинуды жауыз деп отырған жоқпын. Ол басқа әлемнен, яғни құдайлардан күш алмайды. Ол сол күшті берушілердің бірі, ол өзі құдай. Және оның күшінде ешқандай шек жоқ. Мен көргендердің ішіндегі ең алпауыт әрі ең үрейлі күш иесі. Мұны естіген Америка аңшылар серіктестігінің президенті Селнерді алып, серіктестіктің қоймасына барады. Ал бұл қоймада біз өте үлкен бір айдаһардың қаңқасы жатқанын көреміз. Және ол қаңқаның жанында тасқа жазылған бір жазу тұрады. Осыдан 8 жыл бұрын Америка мемлекетінде ең алғашқы ес дәрежелі портал ашылған екен, және бұл порталдан шыққан осы айдаһар. Бұл айдаһар беруден 30 есе күшті, өшпейтін жалын Камеш деген атқа ие. Және бұл айдаһарды жеңу үшін әлемнің түкпір-түкпірінен келген ең мықты жүздеген ес дәрежелі аңшылар шайқасып, солардың ішінен тек 5-еуі ғана аман қалған және осы өшпейтін жалын Камешті жеңген екен. Осы Камешті жеңген 5 адам мемлекетке ықпал ете алатындай билік қалаған. Сол арқылы біз білетін мемлекеттік дәрежелі аңшылар деген дәреже жаңадан қосылған екен. Ал бұл тастағы жазу сол Камештің денесінен шығып келген және ол өзіне лайықты адамды, яғни өзін басқара алатын адамды күтіп жатыр екен. Американың аңшылар серіктестігінің президенті болса, осы тасты Жинуға беріп, Жинуды Американың азаматты етіп, Американы қорғайтын аңшы болдыруды қалап отыр. Осындай жоспары бар екен. Бұл кезде біздің Жину жуынатын бөлмеде өзінің мықты денесіне және мінсіз келбетіне қарап, мен сондай келбетті болдым ба? Деп тұрады, және ол өзінің қарындасына келіп, мен сондай келбеттімін бе? Айтшы дейді. Ал қарындасы болса оған, ой, сен деген көшедегі бұмыш сияқты көрінесің ғой деп күледі. Жину ашуланып, қарындасын жазалап күлкі етеді. Сосын Жину қарындасына, мен өзім құрғалы жатқан ұйымның атын жалғыз шайқасатындар деп қояйын деп жатырмын дейді. Ал қарындасы оған қатты қарсылық білдіреді. Ол не, ондай атау болмайды. Ажин деп атаңыз дейді. Бұл жерде Ажин деп атаудың себебі бар. Бұл мен Алжин алға дегенді білдіреді. Бұлай айтқанда, мен алға ұмтыламын деген атты білдіреді. Ал осы кезде біздің Шафи төсегінде жастықты құшақтап жатып, өз-өзімен сөйлесіп жатады. Мен оны жақсы көретінмін. Бірінші болып сезімімді білдірдім ғой, қалай болды? Мен ес дәрежелі аңшымын. Мен оған қалай өз сезімімді білдірдім. Енді бетіне қалай қараймын деп жатады. Бірақ ол менің жанымды 1-2 рет алып қалды ғой. Оған жақын болуым қалыпты жағдай ғой дейді. Сол кезде Шафидің құлағына өзін емдеген дәрігер аңшының сөздері естіледі. Ол Жинуға ескерт. Жинудың ішіндегі күш өте қауіпті. Одан сақ болғаны дұрыс деп емдеп жатқан кезінде айтқан екен. Ал мына кадыда Кореядағы ең мықты 5 ұйымның бірі болып табылатын Сауытты батырлар атты ұйым бар екен. Бірақ бұл ұйымның басшысы ес дәрежелі аңшы емес, А дәрежелі аңшы екен. Сондықтан бұларға бір А дәрежелі порталға кіруге рұқсат етпей жатыр. Өйткені ес дәрежелі аңшы болмаса, А дәрежелі порталға кіруге рұқсат берілмейді. Осылайша бұлар бізге басқа аңшылық ұйымдардан көмек сұрауымыз керек деп ойлайды. Ал ол болса, өздерінің беделдерін төмендететін болғандықтан, бұлар одан бас тартады. Оның орнына Жинумен келісім шартқа отырып, соны алып кірсек, бізге әлдеқайда ыңғайлы болады деген ойға келеді. Жину болса Жинхоға келіп, біз ұйымымыздың атын Ажин деп атаймыз дейді. Ал Жинхо бұған қарсы келмейді. Өйткені алдыңғы атау, яғни жалғыз шайқасатындар деген атау Ажин дегеннен қарағанда әлдеқайда ерсі атау болғандықтан, Жинхо бірден келіседі, және ол қатты қуанады. Біздің ұйымымыздың атауы пайда болды, және Шафиді де қосыла алатын болдық. Енді біздің ұйымымызға рұқсат етіледі деп қуанып отырмын дейді. Жину болса, Шафиді алмаймыз. Шафиді біздің ұйымға кіргізуімізге болмайды. Өйткені ол мен қалаған адам емес дейді. Қалай болғаны? Ол ес дәрежелі аңшы және өте күшті. Одан артық сіз кімді қалайсыз дейді. Аңшы болғанда да өзін қорғай алатын, менің сеніміме ие бола алатын біреу керек. Ал Шафи үшін мен алаңдаймын дейді. Осы сәтте есікті біреу қағып, жаңағы айтқан Сауытты батырлар атты ұйымның басшысы болып табылатын А дәрежелі аңшы келеді, және ол Жинуға мәселені айтады. Бізде осындай бір А дәрежелі портал ашылған еді. Ал біз осы порталға кірейік десек, бізде ес дәрежелі аңшы болмағандықтан рұқсат бермей жатыр.
Сен бізге көмектесіп жібересің, бірге кірсек деген ұсынысын білдіреді. Жину болса ойланып. Егер табысты 50-ге 50 бөліп алатын болсақ, мен кіруге рұқсатымды беремін дейді. Сол сәтте Жину сөз арасында өзінің көлеңке әскерлерінің бірін олардың көлеңкесіне жасырып үлгереді. Ал мұны жас жігіт көріп қалып, жаңа оның көлеңкесі қозғалғандай болды дейді. Басшы бұған ашуланып саған көп ішпе дедім ғой деп жас жігітке ұрсып тастайды. Жинуға бір танымайтын нөмірден қоңырау түседі. Жину нөмірді көтеріп, Жинумын, кімсің дейді. Ал ар жағынан дауыс, менің сүйікті ұлым дейді. Сөйтсе, бұл Жинудың анасы екен. Жину оған қатты таңғалып, апа, сіз телефон алдыңыз ба дейді. Ал апасы болса, иә, ұлым, мен сені қатты сағындым. Сондықтан жаңа телефон алдым. Сенің даусыңды естігім келді дейді. Енді ол кісі көп жыл бойы терең ұйқыда жатқандықтан аналық махаббатын білдіреді. Жинуға айтады, жұмысыңа кедергі болған жоқпын ба, ұлым деп. Мұны естіген Жину қатты қуанып, апа, бүгін мен сізді кешкі асқа шақырамын дейді. Осылайша кешкі ас өтеді. Сөйтіп, ертеңінде жаңағы айтылған А дәрежелі порталға кіруге аңшылар келеді. Олар, Жину аңшы әлі келмеді ме деп тұрған кезде Жину кеше өзі көлеңкесіне тығып кеткен әскермен ауысып, сол жерден бірден пайда болады. Ал бұл сәтте Жинудың қарындасының мектебінің дәлізінде 3 жігіт шығып бара жатқан кезде, олар мектептің ішінде портал ашылғанын көреді. Оны басқаларға мәлімдемек болған кезде, оларды үлкен бір жасыл қол ұстап, біреуінің басын езіп жібереді. Мен алдымен аң аулаймын, сен болсаң бауырларымызды шақырып кел дейді. Ал Жину болса, мына есік шынымен де үлкен екен деп ойлап тұрады. Сол сәтте Жинудың келгенін көріп басқа аңшылар Жинудың жанына үймелесіп келіп, қолтаңбасын сұрай бастайды. Олар, Шежу аралындағы шайқас өте күшті болды. Және сіз сол әскерлерді қалай шақырасыз, олармен қалай орналасасыз деген сияқты сұрақтардың астына алады. Сіз, мүмкін, шайқасты өзіңіз бастайсыз ба, сіз қолбасшылық етесіз бе дейді. Сол сәтте сауытты батырлардың басшысы, жоқ, мен өзім қолбасшылық ететін боламын дейді. Оған ұйым мүшелері таңғалып, бұл жерде ес дәрежелі аңшы тұр ғой, сіз қалайша қолбасшылық етпексіз дейді. Сөйтіп олар порталға кіріп кетеді. Сол сәтте аңшылар серіктестігіне бір оқушы телефон соғып, мектепте порталдың пайда болғанын айтады. Біздің мектепте портал ашылды, және мұнда өте көп, өте үлкен денелі біреулер шығып жатыр. Олардың денесі үлкен, тістері өткір, бойлары биік. Олар біздің мектептің оқушыларының тең жартысынан көбін жеп қойды. Ал мен болсам, дәретханада тығылып отырмын дейді. Ал мұны білген аңшылар серіктестігінің қызметкері бірден ескертеді. О жоқ, сендердің жандарыңа орықтар шыққан екен. Сен ол жерден тезірек қаш, олар сені бәрібір иіскеп тауып алады дейді. Өкініштісі, бұл ескертуді айтып үлгергенше бір орк оны тауып алып, өлтіріп тастайды. Ал Жинудың қарындасының сыныбының ұлдары есікті жауып, ішінен бекітіп, сол жерде қорғаныс жасаймыз деп ойлап тұрады. Ал орктар болса, қиналмай есікті бұзып кіріп келеді. Және олар бір-бірімен сөйлесіп, маңызды адам көріп тұрғандаймын, мананың иісі сезіледі, дейді. Ал Жинудың қарындасы терезенің алдында, біз білетін Жинумен бірге бір-екі рет порталға кірген досымен бірге тұрады. Ол, аға, құтқар, аға, деп жалбарынады. Ал оның досы болса, мен де аңшымын, мен де порталға кіріп көргем, мен сені құтқарам, еш уайымдама, дейді. Ал орктар болса, анау қара шашты қыздан мананың иісі аңқып тұр, соны бірден өлтірейік деп Жинудың қарындасына қарай жүре бастайды. Ол әрекет ете берген кезде, Жинудың қарындасын қорғау үшін жасырып қойған көлеңке әскерлері пайда болып, оны қорғап қалады. Ал қарындасы болса, ағамның әскері, демек ағам жақын маңда деген сөз дейді. Ал біздің Жину болса, бұл сәтте порталға кіріп кеткен. Ол жердегі құбыжықтар өліп қалған зомбилар екен. Мұны көрген басқа аңшылар шошып, о, мынау қандай құбыжықтар, бұларды қалай жеңеміз деп бірімен айтысып жатады. Мұны көрген Жину, ой, бұларды жеңу оңай ғой, бұлар ең төмен дәрежелі құбыжықтар ғой, бұл қалайша дәрежелі портал болды екен деп ойлайды. Осы сәтте Жинуға жаңағы қарындасына жасырып қойған әскерлерінің бірінен хабарлама келеді. Сол кезде Жину, бұл қандай сезім, мен кетуім керек болды дейді. Ал қасындағылар, бұл не дегенің, Жину, сен кетсең, бұл жерде барлығымызды өлтіреді ғой, біз бұл жерден тірі шыға алмаймыз дейді. Ал Жину болса, мен сендерге өзімнің әскерлерімді тастап кетемін, бола ма дейді. Осылайша Жину беруді шақырады, ал мұны көрген аңшылар оған қарсы болады. Бұл дегенің сенің өткенде ғана, аралда жеңген құбыжығың ғой, бұл бізді өлтірмесіне кім кепіл дейді. Ол сендерді өлтірмейді, сендер оны танып тұрсаңдар, оның қаншалықты күшті екенін білесіңдер деп ойлаймын. Беру, адамдардың ешқайсысы өлмесін, егер өлсе, мен сені өлтіремін. Әміршім, адам еместерін қайтейін, оларды өзің шеш, адамдардың ешқайсысы өлмесе болды. Және саған көмекке 20 әскер қалдырсам жетеді ме? Иә, әміршім, тіпті 20 әскер артық етер еді. Сонда сен бұл құбыжықтарды біздің жанымызға тастап кетпексің бе? Бұл қорқынышты ғой. Қаласаңдар, мен әскерлерімді де алып кетейін, өздерің бұл жерден шығып көріңдер. Осылайша Жину өзінің көлеңкесімен ауысайын десе, порталға кірердің алдында ауысқан, яғни 3 сағат уақыты бітпеген болып шығады. Осылайша Жину бар жылдамдығымен жүгіреді, алдынан жаңағы өлген зомбилар шығады. Жину болса, жол қойыңдар дейді, және ол құбыжықтар Жинуға тағзым етеді. Жину таңғалып қалады, бірақ ойлап тұратын мұрсат болмайды. Ол Кайселді шақырады да, порталдан атып шығады. Және ол бар жылдамдығымен мектепке қарай ұша бастайды. Ал Жинудың қарындасы бұл кезде Жинудың әскерлерінен,
аға, осында жүрме деп сұрайды. Ал олар болса, Жинудың қарындасына есік жақты көрсетіп, біздің артымызда бол деп нұсқайды, өйткені олар сөйлей алмайды ғой. Сол сәтте Жинудың әскерлерін жеңе алмай қойған бір орк жаңағы порталдың иесіне барып жеткізеді. Ал бұл порталдың иесі қуатты жасыл орк болып шығады. Бұл дегеніміз, Жинудың екінші сезонда төбелесіп жеңген алып, қызыл сиқыршы орктан бір екі есеге күшті деген сөз. Осылайша орктардың басшысы, әй, жол көрсет, ол шыққан орктарды мен жоқ қылайын, дейді, шыққан бетінде бірден Жинудың әскерлерін талқандап тастайды. Ал Жинудың әскерлері Жинудың манасы арқылы пайда болатындықтан, қанша кескілесе де қайта-қайта пайда болып отырады. Жаңағы орктардың басшысы бірден сезеді. Бұлар мана арқылы пайда болған құбыжықтар екен. Демек, бұлардың иесін өлтіруім керек. Иесі, ана отырған қыз ғой. Онда сол қызды өлтірейін деп қолындағы балғасын лақтырып жібереді. Ал ол жаңағы Жинудың әскерлерінің бірінің басына тиеді. Осылайша әскерлер жойылып, қайтадан шыққанға дейінгі уақытта орктардың басшысы барып, Жинаны басынан қысып ұстап алады. Сен бұлардың басшысысың ғой, демек сені өлтіру керек, деп, оның басын езіп жіберейін деп жатқан кезде, мектептің қабырғасы құлап, біздің Жину Кайселмен кіріп келеді. Жаным, қарындасым, кешірші, енді сен қауіпсізсің, мені кешір, кешіктім. Мен Қызыл Албастылар мемлекетінің басшысы, Граккарымын. Сен аузыңды жауып, анда қозғалмай тұр. Жину өзінің қарындасының бетіне қараған сәтте, оның беті қатты қысқаннан қып-қызыл болып қалғанын көреді. Жину бұған қатты ашуланып, көзі көкшіл болып жарқырап, Игористі шақырады, және қарындасын Игориске табыстайды да, қалған көлеңке әскерлерін шақырып, қалған оқушыларды соларға тапсырады. Бұл жерден аман есен алып шығыңдар. Сол сәтте жаңағы орктардың басшысы алға аттаған сәтте Жину, әй, мен саған орныңнан қозғалмай тұр дедім ғой дейді. Ал орк қатты таңғалып, сен біздің тілде қалай сөйлеп тұрсың дейді. Сосын ол өзінің қол астындағы орктарға, жарайды, шабуылдаңдар дейді. Бірінші орк шабуылдаған кезде Жину оның балғасын қолмен ұстап алады да, оны жерге бір ұрады. Одан кейінгі оркты бір тебеді. Осылайша ол орктарды қирата бастайды. Осылайша ол барлық орктарды қиратып кеткеннен кейін мектептің дәлізімен кетіп бара жатып, ол жердегі өлген оқушылардың мәйіттерін көріп, қатты ашуланады. Сен қалай бұны істеуге дәтің барды? Саған бұны істеуге кім рұқсат берді дейді. Жину өзінің басқарушы қолы атты қабілетін қолданып, жаңағы орктардың басшысын қысып әкеліп, тұншықтырып ұстап тұрады. Сол сәтте орктардың басшысы Жинуға, біздің басымызда үнемі адамдарды өлтіріңдер деген дауыстар естіледі. Сондықтан біз адамдарды өлтіреміз дейді. Солай ма? Ендеше, сен мені өлтір деген дауысты естіп тұрған жоқсың ба? Кешірші, мен сенен қайталап сұраймын. Сен мені өлтір деген дауысты естіп тұрған жоқсың ба? Кешірші, түсінікті. Демек, сен мені адам деп көріп тұрған жоқсың ғой, жарайды. Мен сені кешірем. Сені кешіргенім болсын, сені қинамай өлтірейін деп басын езіп жібереді.